10 минуттың ішінде шапканы қалай әрлеуге болады? Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Гүлжанар. Қызыма осындай әп-әдемі шапка алып берсем, ұсынумен бірге. Қызым жақтырмай ұлдарызге деп кимей қойды. Енді бұл шапканы біз басқаша әрлеуіміз керек. Алдымен мынаны алып тастап орнына жүрек тігетін боламыз, және әрбір жеріне гүлдерден тігеміз. Бұның бізге енді қажеті жоқ. Бұның орнына біз қазір трафарет қойып, астынан астар қойып, қызыл жіппенен жүректі тігетін боламыз. Ең алдымен жүректің шектерін кестелеп тігіп алайық. Одан кейін барып оның ішін толтыратын боламыз. Міне осындай әп-әдемі жүрекшеміз дайын болды. Енді розовый жіппен біз гүлдер тігеміз. Әрбір крестиктің орнына роза гүл тігуді жөн көрдім. Және жасыл жіппенен кішкене күлтешесін жасадым. Нәтижесін өздеріңіз бағалай кетіңіздер.